Биыл осы үйге келін болып түскеніме 5 жыл болды. 5 жыл болса да, бір осы үйдің бітпейтін тірлігі. Енем үлкейген сайын тынымсыз болып барады. Күнде қасына біреулерді әкеліп алып, әңгіме айтқан жақсы көреді. Ал мен мүлдем қонақ күткенді ұнатпаймын. Қайда жүр десем, мұнда отыр дедің, сотқа барып. Бір шайнек шай қойсайшы. Таңдайымыз кеп тұрмын, мына жерден шай екенде болсам, шай жоқ. Шай берсе шайналайын-ау. Мама, шаршап отырмын. Көрдіңіз ғой, жаңа ғана келіп отырғанымды. Қатты шөлде отырсаңыз, өзіңіз қойып іше беріңізші шайыңызды. Ой, Аллай. Мен қаяқтан қояйын, қоя алсам саған айтамын ба деген. Мама, мен заманауи адаммын. Қазіргінің келіншектері қызметші емес. Қойшы заманауиіңді. Құдай бірдеңе болса заманауи деп аяғына самауырынды қойып қазанда асып жүрген. Бір шайнек шай қоюға заманауимын деп қалады осылар. Бір осы үйде отыра да алмайсың. Кеттім мен далаға. Нұрмұхамед үйде, Санжарды қарап келейін. Нұрмұхамед, кітабыңды алып кел. Маған шай толамын дейінше кітап оқып кел, не істейген асам кішкедей. Қайдасың? Бұлар да жоқ шолшы деп қояды. Осы бір үйдің бітпейтін тірлігі, біресе анаусы жетпейді, біресе мынаусы жетпейді. Қашан жететінің? Далаға шығып кішкене тынығып алмасам, енемге мазасыздан. Сәнім, қалайсың? Жақсың ба? Өздерің қалайсыңдар, балалар жақсы ма? Елінде сайысы болып жатыр екен, сояқта күшті бір бүсіктер бар, бүсіктерден айтып берді. Жүш біз үйге ойлашы. Ой, қайдағы? Енем шай деп жатыр, одан қалды ертең жұмыс, балаларды жуындыруым керек, сабағым бар дегендей. Қамалым. Бұл бай қарап атыр. Еркін деген ерте ойлаған даланың, өрісіне бас емес бабаның, орыстарға оқ атқасын ең алғаш, бодандықтың бұзып шығып қамалым. Ертегі кітабыма десем, мен алдыңды жауып ойна, жастырғы жел, жардай атанды құлатады. Шап алдыңды. Мама, немене баланы түртпектеп тисе берес, тонбайды күн жылы ғой. Тимек қой. Далаға ойна бер, нормально болып тұр, далаға ойна. Ой, алғай, адамды тек қайырмалау. Осылар тек бала туған. Шай жатпаса нейді нестейм шайда жоқ. Қолыңыздың терісі қатты жұқарып қалыпты ғой. Ой, қарағым-ай, бұл қолдан не сұрайсың? Бұл қол не бір билетті көрген қол ғой. Бұл қол жұқармай не істейді дейсің? Әлгі жаңағы менің қыздарым бүгін келіп, маған сәлем берем дейді. Мына қара шаңыраққа келем дейді. Соған ана ас суыңды қамдап, шайыңды қойып, қайымдай бер, дайындала бер, келіп қалған шығар. Мама, сіздің балдарыңызда бір ерігіп, апта сайын ет ас деп. Немене, бүйтіп қолымды қусырып отыр деп ойлайды ау демейді, мен жұмысым деген істеп берсін балдарыңыз. Мықты болса бір күнде көмектеспей ма маған? Балаларыңыз қатты сағынып барасаңыз, солардың қолына барып отырыңыз. Енді, не дейді мынау? Келмей не істейді енді қара шаңыраққа, Құдай-ау. Қартайғанда көрген күніміз болса. Барсам бараңда, даладағы бұлар деймісің, жараптай. Балдарында келемейді болса қайтейін. Ойнап неге
салқын жастырмыше жағдай қалапы жауып жүр. Бүгін айтпай деп сендерді келетсек, ертелі көзім түгел жинадыңдар ма, ей жандарым? Көзім түгел болды, екі көзім. Мынау келінде есім бар. Осы сендер мен қарлығаштың анасындай болып осы жерде отырсам, сендер менің балапандарым болып жылы ұяға келіп тұрсаңдар, одан артық бақыт не? Бұған да несім бар? Мектепте азаннан кешке дейін жұмыс істейді. Үйге келіп үйдің жұмысы, менің бағым, мына жұмысының бәрі соттымен бітеді, жүйкесі жұқарап кейде. Мен де қарап отырмай көп қабырғаға таңылғасын, қаузап отырам әлсін бұны да. Бірақ бұны да түсінуге болады қарақтарым. Қара шаңырақтағы келінді әрқашан құрметтеңдер. Жақсы жерге келген келін, жаман жерге келген келсақ дейді ғой қазақтар. Бұл келіннің келін болуы да, келсақ болуы да сендермен менің жұмысым ақыдай. Сондықтан әйтеуір осы қара шаңырақта қалғайып күнді күтіп отырғанына мен рахметімді айтам. Батамды беріп отырам. Ал енді бата берейін келініме, сендер отырыңдар, қазір шай келіп, тамақ келіп. Мен бір бата берейін, іспен болсын берейін. Ұлың болсын ұлықты, қызың болсын қылықты. Қыдыр бабам аралап, дастарханың мол болсын. Мына келінім айналайын. Білезігің күмістен, алтыннан болсын тарағың. Киесі болсын зеремен домалақтай ананың. Елдің сөзі сөйлегін, сарқытындай сараның. Жебеуші болып бір алла, биік болсын шаңырағың. Әумин.
енді бұл көріністі қоюымыздың мақсаты қазіргі қоғамда кездесіп жатқан жағдай. Көбіне біздер үйленбей жатқан жастардың өзінен ата-енемен тұрғым келмейді деген сөздерді естиміз. Енді мен өзім келін болып түскеніме 20 жылдан асты. Шүкір Аллаға, енем ең алғаш рет келін болып түскен кезімде айтқан болатын, 4 қызым бар, 5-ші қызымдай көремін деп. Шүкір, қыздарымнан артық көрмесе кем көрген емес. Соның арқасында енемнің ізін қуып көп балалы анамын қазіргі таңда. Енді айтқым келгені, қолда бардың қадірін білейік. Ата-енемен тұрған негізі жақсы, балаң бағулы, тамағың жасаулы, ешқандай уайымдамай жұмысын жасай бересің. Өзімнің сөзімді мына бір әдемі сөзбен қорытындылағым келеді. Жақсы келін жаман енені елетеді, жаман келін жақсы келіп енені желетеді. Келіннің зекіп сөйлегені есіп берген умен тең, көңілсіз берген тамағы құмаралас күлмен тең деп. Енді бізде тәрбиеде айтылып жатыр ғой, үштік одақ деп. Егер де ұстаз мұғаліммен тығыз байланысты болса, онда оқушы да мұғаліммен ата-ана тығыз байланысты болса, онда оқушы біз жағымызда болады деп. Сол үштік одақ бізде жақсы қалыптасқан. Оның бірі осы жерден көрініс тапты. Баланың рөлін ойнаған, баламның рөлін ойнаған өзімнің оқушым, күйеуім жай Нұрмұхамед. Енемнің рөлін ойнаған Нұрмұхамедтің анасы, яғни ата-анам Гүлжанат Балабайқызы. Рахмет. Және әріптестерім.